Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ашыған қамырдан дайындалатын мантының рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызға тұз, ашытқы, сұйық май, су қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жылы жерге тұндырып қоямыз. Қамырымыз ашуы қажет емес, бір 20 минуттай тұрса болды. Қамырымыз тұнғанша салмасын дайындаймыз. Фаршымызға пиязымызды, жусайымызды ұсақтап турап, дәміне қарай тұз, бұрыш, сұйық май қосып араластырамыз. Қамырымызды видеодағыдай екі бөлікке бөліп, содан кейін оны кіші домалақ бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін мантымызды түйуді бастаймыз. Қамырымызды осылай ортасы кішкене қалыңдау, шеттерін жұқа етіп, ішіне салмамызды салып, бас бармағымызбен бір жерді ұстап, қалған шеттерін сол жерге жинаймыз. Осылайша видеомыздағыдай етіп, барлық мантымызды түйіп, мантаваркамызға саламыз. Мантымызды 45 минутта пісіріп аламыз. Менімен болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.